басқаға үйленбекші. Сол үшін хабарсыз кетті. Сенсіз де оның өмірі керемет деп өзін алдады. Барлығы расында солай сияқты еді. Өйткені Сауранның хабарсыз кеткені еді. Арада тағы 5-6 ай өтті. Қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді демекші. Бұл кезде Шолпанға да құда түсіп жатқандар көп еді. Шолпанның ата-анасы да ақылдарын айтып отыратын. Қызым, жасың болса, тұрмыс құратын жасқа жетті. Ертерек тұрмыс құр. Таңдап жүре берме. Уақыт деген тез өтеді, шығады. Қыз баласы өмірге тұрмыс құрып, балалы болу үшін келді. Жас кезіңде, бетіңнің әрі бар кезінде өзіңнің теңін тап деді. Ондай кезде Шолпанның ойланып қалатыны расында. Жасым 25-те келді. Сыныптастарымның жартысы көбісі тұрмысқа құрып кетті. Кішкентайлары бар. Олай жүре берсем жарамас деп көбісі тұрмыс құрып кеткен.